Әлеуметтік желіде Қарағанды облысында бие, түйе және есек сүтін өңдейтін зауыттың ашылғаны туралы видео тарады. Ребят, сегодня мы приехали на открытие производственного комплекса завода по переработке верблюжьего, ослиного и кобыльего молока. Данный проект разрабатывала наша компания. И сегодня официальное открытие с представителями местных исполнительных органов. Ноуфейк KZ мән-жайды анықтап көрді. Осыған қатысты ауыл шаруашылығы министрлігі мынандай түсініктеме берді. Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданына қарасты Үштөбе ауылында құрғақ сүт өндіретін жаңа кәсіпорын зауыты іске қосылды. Онда Камей брендімен дәстүрлі тәсілдер мен заманауи технологияларды үйлестіретін пайдалы сүт өнімдерінің өндірісі жолға қойылған. Кәсіпорында құрғақ және сублимацияланған бие, түйе және есек сүті өндіріледі. Дамудың келесі кезеңінде балалар тағамын, атап айтқанда құрғақ сүт қоспаларын шығару жоспарланып отыр. Егов KZ порталында 19 желтоқсанда жарияланған ақпаратқа сәйкес зауыттың ресми ашылуына Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев қатысты. Онда зауыт өнімдерінің экспортқа бағытталғаны жазылған. Алғашқы партия ақш пен Біріккен Араб Әмірліктеріне жөнелтіледі. Себебі есек сүтіне шетелде сұраныс өте жоғары деседі. Неге есек сүті өңделіп жатыр деген сұрақты зауыттың өзіне де қойдық. Жауапқа қарағанда есек сүті гипоаллергенді, әрі өте құнарлы. Бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген, бірақ компания оны дәрілік өнім ретінде қолдануды ұсынбайды. Онлайн сауда платформаларында оның бағасы 240 граммы $130, ал түйе сүтінің бағасы $97,5. Ауыл шаруашылығы министрлігінің түсініктемесінде сублимацияланған есек сүті адам сүтіне ең жақын, ал оның ақуыздық құрамы шамамен 90% екенін айтқан. Зауыттың құрылысы 2024 жылы басталған. Жобаның жалпы құны 2,5 миллиард теңге. Бұл жеке инвестордың қаражаты. Қазіргі таңда кәсіпорында 50 адам жұмыспен қамтылған.